Менде осындай қатты күтімді талап етпейтін керамический горшокта бамбук гүлдер болады. Бұларда өте қатты күтімді талап етпейді. Әрі аптасына бір мәрте суын жақсы толық беріп қойсаңыз, осында әдемі болып өседі. Әрі көрдіңіз бе, сіз бұны өзіңіз қалауыңызша қай жаққа қарай өскенін қаласаңыз, дәл солайынан бұдақтарын осылайынан біріктіріп қойсаңыз болады. Бұл бізде бамбуктың кіші түрі. Мынаны мынандай қылып өріп, үйдің сәнін, көркін келтіріп тұру үшін жасалған өзінің әдемілік өрме түрі бар. Бұл да бізде бамбуктың үлкен түрі болып есептеледі. Бұл мүлдем күнді ұнатпайды. Қатты күнде тұратын болса, мына бұтақтары қамыстың бұтағындай болып уже сарғая бастайды. Бұл да қатты күнді ұнатпайды, бірақ көлеңкеде тұрған. Енді барлық гүлдер күнді қатты жақтырмайды ғой. Сол себепті де қатты күн түспейтін бөлмеге қою керек.